Рахмет, бәрекелді, құрметті ағайын, ең бірінші ассалаумағалейкум деп амандасып алайық. Оғалейкум ассалам десеңіздер, шапалақтарын жетеді. Той құтты болсын, жастар бақытты болсын, қош келдіңіздер. Бәрекелді. Ал енді құрметті ағайын, алдарыңыздағы асты жеп болсаңыздар, ең бірінші астың батасын алайық, содан кейін барып беташар рәсімімізді бастаймыз деп отырмыз. Темірхан атамыздан бата алсақ па деп отырмыз. Маған нұсқа жіберсеңіздер, мен жайлап жетіп алайын. Мына жақтың барайын ба? Чорный хоппен. Бата сұрасақ па деп отырмыз. Ата, қош келдіңіз. Ya Allah, той құтты болсын. 2 жасқа баянды бақыттылығын күтіп бар уақытта дендерісіз болсын. Тіккен отаулардың шаңырағы дейіп босағасы беріп керегесі кем болсын. Өмірді балағат болсын. Құдайым дендерді саудың, өмірді ұзақ қылсын. Өмірдердің барлығы той болсын. Аумин. Бәрекелді. Айтқан батаңыз қабыл болсын, иншалла. Рахмет. Құрмет ағайын. Беташар рәсім бастайық. Сіздердің қошемет құрметтеріңізбен қош келдіңіздер, той құтты болсын. Нұрсұлтан иеленді. Рахмет. Достарсыздар ма? Нұрсұлтан дос. Осылай ыңғайлы да сіздерге күшті. Болды. Әдемі. Енді құрметті ағайын, сіздердің қошемет құрметтеріңізбен бүгінгі той иелері әкеміз бен анамызды ортаға шақырғымыз келіп отыр. Мұрат әкеміз бен Айнұр анамызды сіздердің қошеметтеріңізден ортаға. Мұрат әкеміз бен Айнұр анамыз. Папа дейді! Келін құтты болсын, қандай керемет. Әкеміз ерекше қуанып тұр. Анамыз да қуанып жүр. Ойымды, мама. Анау орамалдарды бермейсіз бе? Біреуге беріп қой. Еле ішінде ақшасы біріне бар ма дейді. Бриллиант бар ма? Енді құрметті той иелері, мама, папа, келіндеріңіз құтты болсын. Өте керемет той болып жатыр. Енді қазір сіздерді қонақтар действительно сыйлап келді ме, немесе сынап келді ме анықтайтын сәт. Қазір под музыка, папа, музыка қойылады. Оң қолыңызды көтересіз, сол қолыңызды көтересіз, сосын екі қолыңызды көтересіз. Егер сізді действительно сыйлап келген қонақ болса, орындарынан тұрып шапалақ ұрады. Егер сізді қатты жақсы көретін болса, столдың үстіне мініп шапалақ ұрады. Егер сізге қарыз болса, ортаға шығып билейді, нады бұйды. Келсіз қоя, ендеше красавчик әкемізге жібер музыканы. Папа, ойнап өтіреміз. Мен жана қарыз болса ортаға шығып билейді дедім. Көке, қанша қарызсыз конкретно? Жақсы білмейтін де сияқты қарыз екен. Молодец, керемет, той көтеріп жатыр, мықты. Енді мама сізді енді кішкене басқашалау. Папа сіз демала беріңіз кішкене. Мама сіз маңдайыңызға оң қолыңызды қоясыз да, жайлап сол жақтан оңға қарай под музыке қарайсыз. Кім сізге тұрып шапалақты ұрып отыр, немесе кім осы сәтті пайдаланып пакетке анау тығып отыр. Ондайлар да бар, өздері біліп отыр, апаларым. Ал кеттік, ендеше красавица анамызға жібер музыканы. Айнұр анамыздың тұрып папа кесіксін айда. Нағашылар! Кесіксін!
бір қошемет ұрып қояйық той иелеріне. Керемет. Болды, мама папа, беймарал демала берсеңіздер болады. Қазір Беташардың ортасына шақырам, өздерің шығасыздар. Ал енді құрметті ағайын, сіздердің қошеметтеріңізбен бүгін келін сүріп жатырған, келін алып келіп жатырған Нұрсұлтан Батырұлдарыңыз ортаға шақырайықшы. Бір қошемет ұрып қояйықшы. Нұрсұлтан! Бүгінгі тойымыздың басты кейіпкері. Сондай ма? Ондай жоқ па? Кішкене, хотя өзің тойында мама папа билеп жатыр енді. Былай қараса, қайттан шақырамыз, қайттан. Бизнесмен ғой, 3 бизнес бар енді, кішкене оған болмайды да енді, кішкене билей беру. Но өзің тойында болады по-любому. Ал кеткіздер қошеметтеріңізбен, достардың айқай шуымен Нұрсұлтан красавчик ортада! Болмайды нәрсе болмайды екен да, по-любому. Былай тарттық, молодец, красавчик, келін ұтты болсын, әдемі. Болды, дым ойымдама, болды, достардың қасына барып тұрсам ғой. Өзімен өзі күшті, кәдімгі жүре береді, рахат. Ал енді құрметті ағайын, сіздердің қошеметтеріңізбен осы әулетке келіп жатырған жаңа келіндеріңізді ортаға шақырайық. Қазір келіндеріңіз келген кезде келіндеріңізді көрмей, бір как будто бір Алматыдан оқудан қыздарыңыз келіп жатырғандай бір қаттырақ шапалақ ұрып қарсы алайық. Олардай, ол кісіде енді танысайын деп жатырсыздармен. Ендеше жаңа түскен келінді қошемет құрметпен ортаға шақырамыз. Екі жеңгесімен. Бәрекелді, рахмет. Көрініп тұр ғой, балықтарымыз көрініп тұрмыз ба? Келіндеріңіз келді. Ал енді құрметті ағайын, бисмиллахи беташар рәсімін бастаймыз. Беташардың табағын рұқсат болса, сәл алға қарай қояйық. Мен көзіме көрініп тұрған жақсы, өзім жақсы көрем. Және де Нұрсұлтанның інілерінен бір жігіт болса, маған қасыма список ұстап тұруға. Бәрекелді. Ал құрметті ағайын, ендеше бисмиллахи беташар рәсімін бастаймыз. Беташар рәсімінде мынау кімнің баласы-ау деп арасында қиқу салып, айқайлап, ысқырып отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Мен қазір о деген кезде сіздер де маған о деп ответ қайтарыңыздар. Я, бір тексеріп алайын. Оу! Оу! О, әдемі. Қайтадан бастаймыз, новыйдан бастаймыз, кетіп жаңа видео, новыйдан бастаймыз. Оу да кейін сразу оу дейміз. Оу бұл қазақ ақындарын бағалап ет, Қабдолға сөз бердіңдер шабалар деп. Нұрсұлтан бауырым звондап айтып еді, тойыма домбыраңды ала келді. Наймандар шақырған соң жетіп келдім, келмей қалсам менсінбей қалар ма деп. Ендеше шапалақ ұрыңыздар, тойысы Мұрат деген әкеме деп. Тағы да бір шапалақ ұрыңыздар, тойысы Айнұрдайын анама деп. Келесі шапалағын бізге болсын, менсінбей жүрмеңіздер балама деп. Осындай беташарға келіп алып, қол соқпай отырып алу жаман әдет ай. Ол бұл әулет
Мектепке қош келдің невестка қыз. Нұрсұлтан құтты болсын телешкаңыз. Жыл сайын дүниеге сәби келіп, довольный боп жүре берсін енешкамыз. Осылайша бір өлеңді бастап едім, қарап тұр саған келің асқа келім. Ойбай ау екі бала хват ет деп, бұл әулетті көбейтуден қашпа келің. Маникюр педикюрін жасаймын деп, Нұрсұлтанның зартатасын шашпа келің. Өзіңді зорға іздеп әрен таптау, Нұрсұлтан точно алмас, басқа келің ай. Айдай шапала қырмасаңыздар тұра берем аған бәрі. Көбейсін елдің дәулеті, балатанның тауреті, Нұрсұлтандай ұлыңмен шаңырақтың артсын дәулеті, әсемдейін келіңмен шаңырақтың артсын сәулеті, тойларын тойға ұласын оу, Жүргенбаевтардың әулеті. Айдай еу, айдай еу, айдай еу, айдай еу. Бүгін міне той боп жатыр бас құралған, өмір мен өнерден мол астық алғам. Мен білетін наймандардың ұрпақтары, қойға мініп жүріп ап қасқыр алған. Мен қалайша көсіліп бет ашамын, шапалақ ұрмаған соң шақылдаған ай. Жас жігіт шалын жырдың көзің аштау, сендерге ақмоншақтан алқа тақтау. Ақ жаулықты аналарым келген екен, жарқырата түсердей алтын тақтау. Тума туыс ағайының осынды екен, жақсылығы талдырар тілмен жақтау. Алматыдан Нұрсұлтанның достары келген екен, бұлардың да біздерге зерек атау. Кілең бастық тектілері жиналыптау, тек қана Тоқаев келмей қаптау ай. Тірі адамға тіршілік жұбаныш па, еске алатын нәрсе бар мұна тұстай. Алланың қалауымен көзін жұмып, кетіп қалған өмірден тым алысқай. Аруақтарға сәлемет тірі болсай, ортақ болып жүруші ед қуаныштай ай. Осы әулетіміздің барша өлі аруақтарына келінен бір сәлем емес, мың сәлем деп қойық ағай. Жүргенбай атамыздың аруағына, және де Ақыл апамыз, Жақсылық атамыз, Мақсұт атамыз, және де Жарылқасын аталарымыздың аруағына бір сәлем деп қойық. Ой, бәрекелді. Енді жалғастырамыз. Бата беріп білгенде, ақыл айтып жүргендер, асқар таудай айбарай, аман болсын үлкендер, беу үлкендер. Ата мен әжені сыйлаймыз ғой, себебі ақ келінің иіліп сіздерге сәлем береді. Әулетіміздің үлкендері аталарымыз бен апаларымызға бір сәлем деп қояйық. Темірхан атамыз бастаған, Сағдат апамыз, Үсейін атамыз, Фатима апамыз, Гүлсінай апа, Анар апамыз, Сұлу апа, Бейбіт Асқар, Балтабай атамыз, Шырын апамыз, Қойшыбай ата, Айша апамыз, Базарбай ата, Жақсан апа, Сайлау ата, Алмагүл апа, Сәттібек ата, Фатима апа, Алдан ата, Маржан апа, Жақсыбек ата, Қалшат апа, Дүйсен ата, Гүлмира апамыз, Қайыржан атамыз, Гүлнар апа, Рысжан апа, Талғат, Айгүл, айтып атырым, бар ма? Айтып өтті алып.
дәлеп келе берсеңдер ба. А то соқыр кетіп жатыр да просто. Так, Дүйсен атамыз, Гүлмира апа, Қайыржан ата, Гүлнар апа, Рысжан апа, Талғат, Айгүл, Есен, Сәуле, Серік, Салтанат, Құттыбек, Гүлжанат, Талғат, Үнжу, Бағдат, Аида, Мұхамедияр, Алмагүл, Мұхтар, Эльмира, Серік, Сәуле, Серғали, Гүлнар, Данияр, Камила, Аблай, Олжан, Асыл, Динара, Абай, Дамира, Алмас, Жансая, Жеңіс, Жанар, Рахымжан, Гүлзада, Сәкен, Арай, Сабыржан, Айғаным, Нұржан, Қарлығаш, Дәурен, Тілеулес, Бекзат, Айгүл, Нұрзат, Нұркен, Қасиет, Алмас, Мәдина, Айбар, Сетора атты ағайындарымызға бір сәлем деп қояйық. Келеке Шапановқа ерекше бір сәлем. Келіңіздер. Әулие көзінің үлкендері, ағайындарымыз, бауырлар, аға жеңгелер. Қандай керемет. Құрметті ағайын, құлақтарыңызға алтын сырға. Үлкен апаларымыз білетін шығар, бұрындары білесіздер, келіннің бетінде орамал қалың болады. Апаларымыз біледі. Қазіргі орамалдардың качествосы нашар ма, бәрі көрініп тұрады. Сондықтан да ақшаны молынан салайық. Келінжан қарап тұрады, кімнің қаншадан салып жатқанын. Апам кәм тыңдап отырған, мен шын бірдеме айтады шығар. Рахмет. Кел жалғастырайық. Шынымен көзің көрініп тұр екен ғой, төмен қарап тұр, төмен қарап. Енді байқатам ғой. Анау тұрған қайнатан, қайнатаңыз қаятан, бармадаққа саятан, қайнатаңды мен бүгін әрі ойнатам, екеуін жайнатам, көрімдігін байлатам. Мұрат деген атаңыз бәрінен де баталы, бәрінен де жанады. Сен келді деп қуанып, көрімдікке хотя бы 20 000 теңге салады. Анау тұрған атасы, ұлым келең таптау деп қуанып тұрау шамасы. Қолың жайса атасы, бүйір бізге батасы. Қайнатаңа бір сәлем. Папа, мен айтып жатырған кезде салып жіберсеңіз, ол неше айтсы? Мен айтып болам, Мұрат әкемізге бір сәлем деймін, сосын барып саласыз. Мұрат әкемізге бір сәлем, енді барып саласыз. Мұрат әкеміз! Молодец! Красавчик! Өзіңіз біліңіз, қайда салғыңыз келіп тұр? Мұрат әкемізге тағы бір сәлем салыңыз. Ағам бұл намек түсінбейді екен да, папам. Қайда саласың деп кішкене айтып тұрмын ғой, былай ма, түсінбейді екен. Маман хотя понятиясы бар шығар, көрейді. Ал келесі, анау тұрған енесі, кімді жаман десен де, ененді жаман демеші. Ашуланса егерде үйдің өткір жебесі, осы әулетті ұстаған қабырғамен шегесі. Следующий елің, следующий, сейчас вообще не дыши,
Енелер вообще молодцы, енелер вообще хороший. Оның аты Айнұр ғой, Айнұр сенің анаң ғой, Айнұр сенің танаң ғой. Мама әлі салмаңыз, бірінші сәлем салып алсын, сосын барып саласыз. Оның аты Айнұр ғой, Айнұр сенің анаң ғой, Айнұр сенің танаң ғой. Шай ғой десе келін жан, 120 мен бара ғой, айтқан тілді ала ғой, ол да саған баға ғой. Қайненене бір сәлем. Ой, бәрекелді. Айнұр анамызға бір сәлем. Сенің анам алтын, сенің анам алтын, қол тұра бер қарындасым, қабан қол шалқын. Ақ жеңгелер әнім, сұлу қыздар сәнім, аналарды құттықтап қол соғыңдар бәрін. Ой, рахмет, мінекей, қандай керемет. Папа салса, папаға да ән айтуға болатын еді, мысалы. Просто папа салмады да, просто. Рахмет, Алла разы болсын. Әзіл деп айтып жатырмыз ғой. Папа келді ғой, менікі ғой да. Точно ғой да. Рахмет, Алла разы болсын. Әкемізбен анам әзіл дейміз ғой біз. Но енді ақша үшін келді, ойбай деп ойламаңыздар. Мына бала бірден ақшаға жармасып жатыр деп. Просто менде де өзім расход кредиттарым бар еді просто. Бүгін жабату күн еді просто. Но папа мен анамызға менің атынан бір сәлем. Приятно болып қалады екенсің да просто. Рахмет. Нұрсұлтан достар дайын отырыңыздар еді. Крупный бар ғой, так көремізде. Ал кет жалғастырамыз. Жындасып күлгенде айтқанына көнемін, бұл сөзге жоқ таласын, сән салтанат табасын. Әрбір тойдың көркі ғой, жиын бөлен нағашы. Әрқашанда жақсылыққа тойға ғана келе бер, сәлем салсан билеп келер жиендер мен бөлелер. Оттай шағымдырдай ойнап, жаздай жайнап көңілге. Бүгінгі той мына өмір нағашысыз өмірге. Ой, бәрекелді, әулетіміздің түп нағашыларына бір сәлем деп қояйық. Рысай, бастаған Айткүл, Серік, Нұржамал, Раушан, Ердәулет, Гүлзада, Абай, Диана, Амантай, Мейрамгүл, Нұрлан, Ардақ, Сәкен, Ләзат, Ескендір, Ақмарал, Самат, Айгүл, Мақсат, Индира, Мұхан, Азат атты түп нағашыларымызға бір сәлем. Нағашылар, ой бәрекелді. Бегайдар көкеміз, Анар, болды. Болды. Салды. Рахмет. Алла разы болсын. Құрметті ағайын, музыка қойып жатырған кезде кішкене күлімсіреп тұрып, билеп тұрып шығыңыздар, иә? А то кейбіреулер настроение үшін кредит төлеу келіп жатырған сияқты бір қарастар. Ал кеттік, ары қарай жалғастырамыз. Кездерде кейде қара бұлт айды бүктеген, үйіме үнсіз тұнжырап қайғырып келем. Қиналған сәтте қолдайтын нағашыларым, өмірде дара сіздерді сәйгүлік көрем. Сәйгүлік болсан жетпейді нағашым ешкім, өлшеулі өмірдің мәні арасы 5 күн. Бір сәлем етші жас келің нағашыларға, жиеннің сонда ұстамас жағасын ешкім. Бір сәлем етші жас келің нағашыларға, Нұрсұлтанның сонда ұстамас жағасын ешкім. Нұрсұлтанның өзінің нағашыларына бір сәлем деп қояйық. Ал кеттік, Нұржан Әйгерім, Нұркүл апамыз,
Так, Мырзақас, Қарлығаш, Тұрсынхан апамыз, Бақытгүл әпшеміз, Дархан Фериде, Сәкен көке, Сәуле жеңшеміз, Тілеген Қарақас, Садуақас, Айнаш, Әбілқас, Жазира, Нұрбол Ақмарал, Нұртілек Ақмарал, Ұлданай, Серғали Ағерке, Нұржігіт Камшат, Ердәулет Әсем, Димаш, Нурикаш, Бейбіт, Маржан, Қасым, Меруерт, Нұрғиса, Асия, Азамат, Арай, Бақберген, Балжан, Арман, Дидар, Әділ, Назерке, Шерхан, Анарка, Медет, Оразгүл, Нұрлан, Жанерке, Бейбіт, Алтынай атты барша Нұрсұлтанның нағашыларына бір сәлемдеп қойық. Нағашылар, жиен бөлелер! Қандай керемет мені мықты нағашылар, вообще кредит жоқ екен сіздерді, бәрі билеп шықты, жарайсыздар. Және де мына бөлелерінен Нұрсұлтанның жалғыз бөлесі бар екен, Бейбіт Алтынай деген, құрылыспен айналысады дейді. Ал кет көрейікші. Тағы бір сәлем салып көрші. Действительно, құрылыспен айналысам екен, айналыспайым екен. Бейбіт Алтынай! Жалғыз бөлесі! Бейбіт! Құрылыспен айналысатын бөлесі! Мен кім деп отқан жоқ Мұраттан саған ешкім. Жоқ, құрылыспен айналысады дегенсін қайдан білем, біреуден сұрап атқасын ақшаны. Оны құрылыспен айналыспай ма? Айналысады, просто. Бұл кредит бұл. Сіздерде де кредит бола ма? Бар ма, молодец, красавчик. Өз бір түрлі қалай екен түсінбей қалды. Тағы бір шақырайықшы, сол кезде түсінетін шығар. Бейбіт бөлесе тағы бір сәлем салшы мүмкін түсінер. Құрылыспен айналысады екен. Шалбарын қалтасы, шалбар деймін, салынды ма, салынды. Адыршы. Просто бейбіт саған да сәлем салуға болатын еді, просто 10 мың менде ставка. Беске сала алмайым ренжі мені. Жартылай bitпесем тек, желание да жоқ оған. Рахмет. Күшті, ал кет ары қарай жалғастырамыз. Қуанышым көп менің, сенсіз күйді шертпедім, қыз алысып қыз берген құдаларым бар менің. Құдаларым қазынам, құдағайсыз жабығам, таратайын халқыма өзің жайлы жазып ән. Құдаларым қазынам, құдағайсыз жабығам, құдаларға бір сәлем, мен қалайша тарығам. Әулетіміздің байырғы құда-құдағиларына бір сәлем деп қояйық. Ойбой, есімдерін атап өтейік, дайындалыңыздар өте көп екен. Жорабек, Тұрсын, Ақбөпе, Нұрлан болды. Осы 4 адам екен ғой. Құда-құдағиларыңыз қайда? Жорабек, Тұрсын, Ақбөпе, Нұрлан. Құдай көрсінбесін, қандай керемет. Ал кет ары қарай жалғастырамыз. Үзілген алматайын, әпкемнен айналайын,
әпкемді бақытты еткен жездемнен айналайын, 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 айналайын өземнен, әпкелерден, жезделерден, айналайын. Ағайынға, бауырларға сәлем салдырайын. Нұрсұлтанның әпке жезделері бауырларына бір сәлем деп қояйық. Бақытгүл Эльнура, Болат Жанат, Сәндігүл, Кенжегүл, Тұрған, Шалдарбек, Раушан, Мұхан Гүлмира, Айгүл, Рауан, Қанат Жанар, Берік Әйгерім, Қолғанат Лейла, Айдана, Бақберген, Гүлдана атты барша әпке жезделер бауырларына бір сәлем. Келіңіздер. Адам батек, жана 10 шақты адам айтқан сияқты. Екеуіңіз 10 шақты адамнан полный екіге бөліп сала салдыңыздар ма? Мұхан жездесі бар ма? Мұхан жездеміз. Жоқ па? Автобус айдайтын Мұхан жездеміз. Ол автобус айдап кетіп қалды ау деймін, бүгін заказдар шығып. Және де туған бауырларын ортаға шақырайық. Дана әпкесі мен Ержан Жездухаға ерекше бір сәлем. Дана Ержан Жездуха. Елімін салайын деп тұрсың ба? Жоқ, ол просто елімін ода, просто бір сәлем. Ода бір сәлем салайын. Өзің сосын Гиташаға кейін. Үш рет, жоқ, бір рет салып кетті. Ондай жоқ. Өзің Гиташаға бір кесі ертең ба, ары күндері ма, өзің неғылып аларсың. 5 рет па, 10 рет салдыртасың ба. Өзің просто санайды да, 10 мың. Кеттік. 20, 30, мынаны бәріне салдыртатын күн болады ғой бұратына. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Бәрін ойындар жүріп, сондай кезде бәрін ойындайды. 140, камераға түсіп тұрған балада, түсіп тұрған, бәсі ойындар. Ой, список ұстап тұрды, список. Өзім бере қояйын, бесін бере қояйын. Молодец, Жездуха. Бір қошемет тұрып қояйын. Красавчик, міне. Әдемі. Дайындалып келген. Жездеке саған әзіл қояттыршын. Қалды ғой бір өзіңе таяп бірсін. Іздеді ғой, кетті ғой. Табаққа бір салмай тағы да сал. Бәрібір сол табаққа таяп тұрсын. Бұл әулет саған қызың берген жоқ па? Сен неге какой-то ақшанды аяп тұрсын ай? Ержан Жездуха қайда қашып кетті? Ержан жездемізге бір сәлем! Жездуха. Мен салдыртайын деп тұрған жоқпын. Просто шапалау ұрғызайын деген. Кетпесінші, пожалуйста. Или палауға кеттім ба, брат? Красавчик, бір шапалақ ұрып қойық. Қазақта жақсы сөз бар. Жақсы жезде крыша, жаман жезде крыса, дей ма? Осындай крыша болып жүрген Ержан жездеміз аман болсын. Красавчик, Жездуха, әдемі. Тағы Ержаннан кейін ұмытып кеттік қой, кім бар еттік балдық қой. Енді туған бауырларынан Ильяс інісі мен Аружан келіне бір сәлем деп қой. Красавчик, Ильяс не істейді екен. 150 салды ал Ержан. Просто айтып отырмын, ешқандай немес. Еще маған бүйтіп былай бергеннен 180-дей салды ғой. Оқтау саптаған жігітке беріп, жындан да Ильяс жындан. Аружан кеді, Аружан. QR-мен, айтпақшы айтып кетейін, кімден нал жоқ, если что бізде бәрі бар, QR-мен төлеуге бар, если что QR-мен де жоқ болса, рассрочка 24 айға бөліп береміз. Бәрі қарастырылған да қазіргі заманға сай.
300.000 теңге. Ильяс, красавчик. Молодец. Ильяс біттір ғой, өзінің ақшасы өздерінде қалатын біттір ғой. Еще онлайн есеп, бейт, Нұрсұлтан жібере қойшы, деп алдыртып айтып тұр. Аружанның кішкентайымен шыға алмай жатыр екен. В общем, екеуінің атынан салды ғой, 150 ғой, 150-150-ден салды ғой. Есептейміз бәрін. Пока потолокты Ильяс ұстап тұр ал. Достар, барсыңдар ғой да сендер ме? Жәлеп, азайып қалмаңдар әйтеуір мына жақта. Так, ары қарай. Қайрат және де Қанат егіздер бар ма інілері? Қайрат пен Қанат. Болашақ актерлар. Амма жүрістер өз актер ғой көрсетпей салады. Студенттер ғой, студенттер. Көрсетпейді бұлар. Естіріп, не қылмайды олар. Молодец, красавчик. Бұйыртса, алдағы киноларымызда осы Қайрат пен Қанат екеуі жүреді деп ойлап тұрмыз. Бір қошемет ұрып қояйық, сәттілік тілеп қояйық. Молодцы. 5.32-ның екіншісіне түйін деп жатыр бұйыртса екеуі. Темек шекпендер, мама қабырға. Молодцы. Кет, барғар. Бүгін жанашыры ата-анеңнің достары бір тойында баласының ақ тілегін қостады. Достар, достар жүрсін қайда, әрқашанда патшасын. Адал достар осындайда, аямайдау ақшасын. Келіңдерін сәлем салса, алға қадам басқанын. Әкеміз бен анамыздың барша достар, ұжымдастар, құрдастар, коллективтер, служақтар, Марат, Гүлмира, Берік, Бағила, Федя, Лейла, Ерлан, Эльмира, Салтанат, Сәкен, Ақмарал, Қазбек, Сабина, Асқар, Алтынбек және де Шолпан балабақша ұжымы. Келіңіздер, Марат, Берік атты барша әкеміз бен анамыздың достары. Коллективтер! Жарайсыздар, Құдай көзіндесін, қандай керемет. Шолпан балабақша ұжымы, бір-бірлеріне ұқсаймады апайлар. Или группада келісіп алған да бірдей киінемізді. Марат көкеміз бар ма? Марат әкеміз. Осы жақта ма? Номер 1 моторист. Осы жерде болу керек. Марат көке. Номер 1 моторист. Марат көкемізге бір қошемет ұрып қояйық. Қолы шебер. Рахмет, бір қабылды сал жіберді оған. Атышы, рахмет братан. Және де Берік көкем бар, етпенен алысатын. Ойбай, тек жылқын етін сатады тек, болды. Тек жылқын етмен алысатын. Берік көкемізді ортаға шақырайық, бір сәлем сал жібергенізге. Бәрекелді. Жылқын еті бөлек қопады ол, Жылқының қай жерін салдыңыз көке? Что-то білінбей қалды ғой, что-то қай жерін салдыңыз? Тіліңді бір жерін салдыңыз. Жан басты. Ой, рахмет, ниеттеріңізге рахмет, Алла разы болсын, әзілдейміз ғой. Ой, күшті оқып қалдық қой. Кеттік ары қарай жалғастырайық. Той болғанда Темірланның төрінде еленуін керек деймін сенінде. Осы тойды көтерем деп қиып отқан кім бар екен көршілерден өмірде. Біз екеуміз бір көшеде
көршілерге бір сәлем салақ келін, ал көршілер билеп шығамыз. Көршілер қауымына бір сәлем деп қояйық. Оразалы, Клара, Мүслім, Дүрия, Ерденбай, Ләзат, Бекзат, Мария, Ақмарал, Жанайдар, Шолпан, Берік, Алмагүл, Ахмет, Дариға, Техас, Мөлдір атты көршілерімізге бір сәлем! Ал кет, көршілер қауымы! Билеп! Қарайсың мөлдіреген көзіңе, туған күлдегі махаббатты сезіммен, өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде, байланып ұялғандай көзіңмен, өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде, жоғаласың күптеге, келіп кетті әттеге, сағынышың қайдасың асыма кеткенде, құшақ жайып қарсаңызды. Рахмет. Көке, мен бір сұрақсыз, нағашысыз ба, көршісіз ба, құрдасыз ба? Бәріне шығып салып атсыз. Бәрісіз, в общем, да? Универсальный. Болды, от души. Рахмет, көкем. Көкеме бір қошемет таппай, ерекше өтеді. Барлығына қазір қайын әне сіңлеге де шайын деп тұрыс тұрғанда қазір. Ал кет. Как раз солардай. Жазда таңның аулына барасың сен қыдырып, бір қайныңыз алдыңнан атып шығар жүгіріп, ақмандайлы ай мекен, шекер мекен, бал мекен, жүгіріп шығар ортағай, кішкентайлар қайда екен. Ой, бәрекелді. Нұрай, Дидар, Диас, Бекболат, Бағдәулет, Айбын, Айдын, Абзал, Айбар, Айбат, Айрат, Аңсар. Ой, байтем, айды қойып тек ұра берген екенсіздер. Әділет, Қуаныш, Шоқан, Жанар, Санжар, Азамат, Мансұр, Әли, Ануар, Азат, Арсен, Арман атты қайын інелеріне бір сәлем деп қояйық. Ал кеттік. Нұр Сұлтанның інелері. Ой, мағасы. Інелеріміз ағалар сияқты ғой, кейбіреулер. Ал кет, қайын сіңілеріміз, қарындастарымыз, Бану, Диана, Айлана, Аружан, бұл жақта да амен кеткен екен, я? Арунас, Ая, Анел, Аяна, Амина, Аяру, Көркемай, Жанерке, Рахат, Айсулу, Айзере, Айым, Аяна, Мариям, Еңлік атты қарындастарымызға бір сәлем. Ал кетті. Ой, рахмет, молодцы. Дәрі салды ма? Ешкім өтіп кеткен жоқ па? Кімнің қызы? Қызылда. Салды ма? Күйеуіңіз салсаңызшы, я көріп отырмын. Ана жігіт те салған жоқ, екеуі салмай қалды. Бәрін есептеп отырмын. Енді атын атаймыз ғой, аты кім? Атын атаймыз ғой, маған қиын емес. Бағдат, Аида. Бөлек. Өтіп кетті ма? Бөленің қызы, молодец. Күйеуің қанша салды? 1000 теңге. Дұрыс қой, детский ғой, дұрыс қой, детский ғой, күшті ғой. Анан мама папасын тауып алайықшы. Не істеп жүргенін білмейді өзі. Бидашар болып атқан біле ма, хоть? Кімдерді? Жана. Рахмет, іні қарындастар салды. Енді жана, енді той болғаннан кейін болады, құрметті ағайын, ренжімеңіздер. Қалып кететін жағдайларда болады. Енді жаңа туысқандарымыздан Бағдат көкемізбен Аида жеңгемізді ерекше шақырып ортаға бір сәлем салайықшы. Келіңіздерші. Бағдат ағамыз қайда? Бағдат аға. Әке. Салдыңыз ба негіз? Ильяс, не болды құны қып? Салған ғой, не болды соншама? Бәрі салған, уайымдамаш, шығарып берем, нормально. Достарым бар ғой үшін. Уайымдап жүр, мұна расходтарын бәрі уайымдап жүр ғой, мұнан үсті кетті, не кетті бәрі. Молодец, әзілдейміз. Кетті.
Енді құрметті ағайын, бәрін айтқан сияқтымыз тума туыстарды. Енді Нұрсұлтанның достары бар, ағалары бар бұл жерде келіп отырған. Алматыдан, жан-жақтан келіп отырған достары бар. Бір айқайлап, шулап төбелеріңізді көтеріп қойыңдаршы. Ағалар, бауырлар, достар, Нұрсұлтанның. Бұлар мұндай айқайлай алмайды, бұлар. Айқайлауға болмайды бұларға. Бұлар бизнесмендер, партнер, нелер бар, тек чист ақшамен көрсетеді да бұларды. Сондықтан да бір 10 минут уақыттарыңызды бөліңіздер. Қазір бөлек-бөлек жеке-жеке шақырамыз. Кімнің қандай немен айналысатын, кімнің қандай дос екенін қазір дәлелдейтін сәт келді. Ағаларың көп, бәрібірдей болмайды. Нұрсұлтанның достары ысқырып қол бұлғайды. Қиналған сәтте досымды іздедім, досымнан ешқашан үмітті үзбедім. Көрмесем сағынар, іздесем табылар, сәлем сал жас келін, құрдастар мен құрбылар. Ал кеттік. Бірінші Нұрсұлтанның ағаларын ортаға шақырайық. Арман Әли, Шыңғыс Нұрғали, Мәди, күшті келе, ұйқаспен жазыпты да. Арман Әли, Шыңғыс Нұрғали деген. Поэз оқып отырған сияқтымын. Аржаны Мәди бар екен еше. Бақыт Ержан, Жандос Тоқтар, Қажымұқан, Қуаныш, Айкен атты барша ағаларына бір сәлем деп қояйық. Нұрсұлтанның өмірдегі, өнердегі ағалары. Өнердегі емес, өмірдегі, бизнестегі, недегі да партнер сондай шығар, иә? Келіңіздер, ағалар! Мына жақта екен, ойбай, мына жақта. Нұрсұлтанның ағалары, бір қошемет тұрып қояйық. Алматыдан келген ағаларымыздар. Және де ерекше атап өтетін ағалары бар. Иса деген ағамыз бар екен, туған ағасындай болып кеткен. ГАИ қызметкері еще. Ағам бар менің, Иса ағамыз. арқа сүйек еркелейтін ағам бар менің. Білет та бұл кісі ГАИ-да істейтін. Қарт дегендерді білет, процент, икке бөлу дейтіндерді біледі ғой. Рахмет, Алла разы болсын, аман болыңыз. Так, және де Сырым ағамыз бар. Крупный тендерші. Крупный тендерші. Крупный деп едім ғой. Дым крупный болып тұрған жоқ негізі. Рахмет аға, Алла разы болсын, аман болыңыз. Ағаларымызға бір қошемет тұрып қояйық. Алматыдан жан-жақты осы той үшін келіп отыр. Ал, және де енді достарыма. Қайныларынан ба? Ойбай. Інілеріне қап кетті жаңағы. Рауан, Сырым, Нұрым атты. Перизат, Абылай. Дұрыс қоя? Иә, дұрыс. Оларды айттым ғой. Келіңіздер. Рауан, Сырым, Нұрым, Перизат, Абылай. Інілері. Қап кететіндей салдыңыздар ғой кәдімгі. Мың теңгеден бәрі білмей алды ғой кәдімгі. Так, кеттік. Достар жалғастырамыз. Алматыдан келген достары бар Нұрсұлтанның. Енді құрметті ағайын, жеке-жеке шақырамыз. Енді жан-жақтан келгеннен кейін маған жаңа айтты, бізді топтап шақырмаңдар. Біз Нұрсұлтанмен қандай дос екенімізді дәлелдейміз. Каждыйымыз минимум 100 мыңнан, 200 мыңнан өзіміз ары қарай кете береміз, айтпай-ақ қояйық дейді. Ладно дедім, менің тойым емес, маған бәрібір. Ал ендеше көздер бақырайып кетті достарым. Ерсұлтан досына ерекше бір сәлем. Кредит береді және кредит алады. Кредит беріп тұрып, қайтадан аламын білмей бірдемесі дейді. Жоқ, каждый сәлемде емес, мен просто санап алайын, сосын салады ғой. Кеттік ал. Ерсұлтан, 1, 2, 3. Не болды? Ой, мен шабат еттіп қой. Сен сәлем керек болып. Мен сәлем, мен уже ставка көбейді, 20 болып кетті. 20 болып кетті уже, мен болды. Орда нормально салып жатты, уже қызық емес маған сәлем салу. Молодец. Ерсұлтан Алматыдан келіп отыр, иә? Жасұлан деген досы бар екен. Кәсіпкер, суши пиццамен айналысады дейді. Ал кетіп көреді. Жасұлан, бизнесмен, суши пиццамен айналысады. $100, вау! $100, прикинь. Шын ба, өтірік қиқат етіп жүреді. Қанша шыныңыз бәйтер,
Рахмет, Алла разы болсын. Міне, осындай болу керек. Дос дегенің осындай болу керек. Көрдің бе? Вообще аямайды. Доллар болса, доллар салып отыр. Ерсұлтан отыр әлі. Так, кеттік. Жандәулет. Кәсіпкер. Жандәулет. Өзінің банкі бар. 10, 20, 24, 34, Ойда, молодец, до конца молодец. Так, кеттік, ары қарай жалғастырайық. Фархат, банкир, бизнесмен дейді. Фархат, банкир. Сондай банкирдің өзі сондай необычный болады. Так, QR-мен көрейікші. QR-лардан қорқамыз, қаталау ақшаны сол жақта салады. Көбі депозитте ұстайды ғой негізі былай. Қанша? Көрсетті екен. 50 мың дейді, красавчик, 50 мың салды. 60 салды. Әдемі. Жаңағы Ерсұлтан, Жансұлан, Жандәулет және Фархаттың жұбайларымен деп жазды. Қастарына жұбайлар келсеңіздер болады, келіңіздер. Әйелдері. Келіңіздер. Мен пәлуан бәрін көріп отырмын, неше адам отырған. Ерсұлтанның жұбайы шыққан жоқ әлі. Жансұлан өзі келді лады. Жандәулет жұбайы бар. Фархаттың жұбайы келсін бәрі. Есептеп отыр бәрі. Ой, рахмет. Жеңгелеріміз. Неге настроенияларың жоқ па? Видашаға кішкене андай не болады? Сізде QR-мен бе? 10 мың теңге екен. QR-мен дегенде. Ал кеттік, ары қарай жалғастырайық. Сәкен! Қытаймен сауда саттығы бар екен дейді. Ал жолдасымен келсін. Сәкен жолдасымен. Қытай екі ортада сауда саттығы. Нормально товар, нормально. Ана, санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ол екен ол. 100 мың. Еще QR-мен салайын депті, қараңдар қазір. Юанмен салып жібереді қазір. Қараңдар, қара. 100 былай кетті ғой, 100 былай кетті, қараңдар. Еще миллион ба, қанша деп отыр едім ана? 3 миллион дедім ба, қанша деп? 10 мен ба, юанмен ба айттың ғой. 100 мың ба? 10 мың екен. Ойбай, 10 мың емес. 110 мың, не туда болып қалды? 150 қылып жібер хотя бы. Молодец, красавчик, әдемі, салды. Әйтеуір ешкімнің ақысы жеген жоқ, бәрін пайдаланды әйтеуір. Ал кеттік, ары қарай. Әбдіқасым дейді. Қазақ күресі дейді. Алматы барысы. Әлем чемпионы. Азия чемпионы. Әбдіқасым. Өзі береді. Естесе де өзі береді. Қазір сдача алып кетуі де мүмкін қазір. Оған бәрібір. Азия чемпионы, әлем чемпионы ол. Әдемі, күшті, красавчик. Бүгінгі тойға арнайы алып келіп отыр Алматыдан. Қандай керемет. Әділет, кәсіпкер, продюсер. Продюсерлер ақша көп. Олар 60-та 40-та жұмыс жасайды ғой продюсерлер. Кәсіпкер еще. Ол не болды? Қашыңыз ғой, братан. Қашыңыз. Қанша салса айтсаңызшы. Айта алмайтындай ма, датаға қашатындай ма? Рахмет. Және де Дарын деген досы бар екен, Алматыдан келген кәсіпкер, банкир. Дарын. Бар ма? Дарын. Жоқ па? Бар екен. Бәке. Банкир. 10 мың. 15 мың. Татау сондай Нұрсұлтанмен оншаға таныспайсың ба? Сондай доссыңдар, Алматыдан келіп тұр. Енді ақшасын бәрі жолға кеткен шығар, енді онда түсінуге болады енді. Рахмет, келгеніне рахмет әйтеуір. Ары қарай жалғастырамыз. Ойбай, көп ондай достар. Ал енді Астанадан келген достар олар. Ойбай.
Шыңғыс, обмен валюта дейді. Бар ма? Обмен валюта, Шыңғыс, папалық қояды ау осы жерде. Как саранча. Чу-чу-ча. Көрейік, санайық, бірге санайық. Обмен валюта. Табаққа еще тотсын ғой алады еще. Жақтырмай жындамдай салайық. Жындамай. Сен күнде көріп жүрген шығарсың, арасында көреміз. Неғып көпті, саналай ма алдық құда тағы? 100. Айтады дейді, болды дейді. Аппарат сақсы дейді ғой. Шатастыр жүріп, 1000 теңгелері де бар. Білмеймін мен қанша екен. Общий қанша? 170. Молодец, красавчик. Астанадан келіп отыр. Базар жоқ. Сақалым не рабочий екен ғой. Ағандай сақал мен ағандай би енді білмеймін енді. Жұмаларда істейтін шығар енді тек қана. Базар жоқ, красавчик. Ал кеттік. Ары қарай Астанадан келген Мұхтар дейді. Телефон сатады дейді. Мұхтар, телефон! Бір iPhone 17 салып жіберетіні бар енді. Ау, Каспиймен сол iPhone салып жіберсейші, родной, ала қоярсың сізді. Арестта болып тұрмын. Жаңадан бастадың ба? Жаңадан бастап сатып жатсың ба? Суретке түсіріп жіберді, датауы сондай ма? Өтірік түсіп алды, дұрыстап тұр, алдынан тұршы родной. Жанынан түспей қалды. Чегін көрсет родной сосын, мен күтем, жаттап алдым. Мұхтар Астанадан кейін телефон сатады, ақша дұрыс төлеген жоқ, мен бәрін біліп жатырмын. Шыңғыс, так, не, орысша просто білмеймін да, просто. Снабженность дейді. Оны ал деген. Шыңғыс, снабженность. Қайда? Жоқ па? Жоқ. Ол не снабженность дейді? Андай, снег, андай, қарлармен айналса ма? Қалай дейді? Ладно, келген жоқ қой. Қажымұқан, бажа дейді. Так, Әсемнің жездесі дейді. Нұрсұлтан мен Әсемнің танысуына себепкер болған досы. Қажымұқан, бажа. Молодец! Красавчики. Екі ортада, кішкентай не болып жүрсің? Екеуің қосып. Так, Нұрбол, мұғалім. Да? Мұғалім ғой да? Не алдайды бұл? Мына жерде оқи алмай жатыр. Физкультура деген, не, рескультура деген. Келіңіз. Ал. Көп. Айтты, физкультурадан беремін, сақ бол, біреулер кетіп қалуы мүмкін. Сындық қой, көзімізбен сөйлестік қой үшін. Так, Ибрагим, мұғалім, физкультура. Кетіп көрейік. Жоқ па не? Оның орнына Нұрбол мұғалім салам деген екен. Екеу физкультура ғой, мамандықтары көрейік. Нұрбол, Ибрагим орнына салам деген екен. Молодец. Ибрагимнан ала қоярсың, бірге жұмыс істейсіңдер ғой. Ал не дема, ночта сендер дейін деген сияқты екеуі бөліп көріпсіздер ме? Так, ары қарай жалғастырайық. Енді крупныйлар кетті. Абдрахман, мал дәрігері дейді. Мал дәрігері, Абдрахман. Балдар ауырмай жүр ме қазір? Әше ауырмайды екен балдар. Рахмет. Арқамда ұрдың ғой, братан, что деген. Так, Мақсат. Арамыздағы жалғыз бойдақ дейді. Мақсат! Жоқ. Клуб қана бір жер кетті, қыз іздеп жүр. Рахым электрик. Класстастар. Ол жұмысқа кетті. Абылай достарынан тендермен ұнсып. Жан досы. Ал көрейікші. Нұрсұлтанның жан досы Абылай. Тендерші. Жоқ, мен ырзамын ғой, просто Нұрсұлтан ырза болама деп тұрған просто. Жан досы деп жаздық та просто. Ну ладно енді. Жақыннан бастап жан дос болған шығар енді. Дархан Тендер дейді. Ойбай, просто жоқ па? Медет, бар ма медет?
Медет. Медет жоқ. Медет бар ғой. Медет келсеңші. Яла. Медет! Yanlış yapıyorsun be. Так, Маха дейді. Ондай да бар ма? Маха! Вау! Өйстіп шығында ас салсаңдар, билеп шығындар, вообще білмей қалады вообще. Молодец я. Маха, бір музыка жеш. Кет, орында Молодец. Енді билеме нахыр, хорошо? Соңғы биім болсын я. Ешкімге айтпай билеп жүргенім. Ойбай. Тоха дейді, ондай да бар екен. Тоха! О! Тоханы өзіміздің қабдол деп айтады екен. Араларында. Екеуміздің шашымыз ұқсайтын сияқты жоқ. Мен сені тапқан сияқтымын, Тоха. Тоха! Ищите друг друга. Не забывайте. 937, 937, 937 деп. Ары қарай жүргізіп кетсең. Так, ары қарай. Айтахан дейді. Бар ма? Айтахан. Жоқ. Батихан дейді. Күлік ұйқасып бен екен аттарға. Батихан. Жоқ па? Байдос. Айдос. Ойбай, кәдімгі күшті келіп тұр, Айдос. Бар ма? О, Айдос, керек. Айдос! Рахмет, алтышы. Күшті биледі екенсің, артқа қарап қария тұрып тасып ұстап қалдың ба? Бір билеп жүрші, Айдос күшті билеп тұрсың. Жіберші! Айдос! Рахмет, кімнің қасына бар жаңағы? Екеуін бір билесең, Нохан қасына барып биле. Нахан. Шыңғыс. Дос, бар ма? Шыңғыс. Жоқ. Қасым. Бар екен, бар ғой. Шыңғыс. Билейсің бе Шыңғыс? Болды. Ел шақырмасайын дейді. Мен шақырмайын сені. Сен мен тойға шақырмасаң, мен сен шақырмайын. Так, кеттік. Қасым. Жоқ. Дауылбай да жоқ. Ерда. Бар ма? Донермен айналысады. Осы ауылдың бетке ұстар кәсіпкері. Осы ауылды донермен қамтамасыз етіп отырған Ерда. Ерда, анан да саласаң, қорқпайдық қой қолда. Саласаң енді. Қой енді. Анан да қорқпайдық қой, сал енді біздің енді. Сағатты шеш жер арнай дейсің. Молодец. Кәсіме береке берсін, молодец, красавчик. Мақсат. Қайдақта? Ерсұлтан. Бар ма? О! Ерсұлтан биле! Ана, Маха, Айдос, Күшін, бір топ ашып алу керек сияқты. Күшті кетіп тұрсыңдар ғана, триоға. Так, Айбек жоқ. Ержігіт. О! Рахмет. Ереке, аман болыңыз. Асқар. Жоқ па? Так, және де Жандос дейді. Нұрсұлтанның әрі бөлесі, әрі бауыры, еще бизнесмен дейді. Завод соғарынан сондай мен атсады. Ет көрейік, Жандос! Бұл бөлесінің атынан салды. Енді бизнесмен ретінде салады. Еркошын атынан. Туған ағасы. Еркошын атынан. Жаспайым, жоп шете тұрайды. Сіздің жаңа завод салып атырғаныңыз ше? Жандос, завод салып ойбайды, қача
фундаментін құйып бастаған шығарсыз енді. Аха. Бизнесмендігінің жалпы өмірде қашты. Рахмет, әзілдейміз. Бір қошемет тұрып қояйық, бәрін айттық қоя, Нұрсұлтан бәрін айттық қой, ешкім қалмады қоя. Жалпы Нұрсұлтанның ағаларына, бауырларына, жан жақтан келген, Алматы, Астанадан келген достарына бір қошемет тұрып қояйық. Достастар, бауырлар. Стоп. Кластасы кім еді? Жандос бар. Айттым ғой, айтқан жоқ қой. Інісі деп айттым. Інісі деп айттым да. Болды ма маған есі? Күшті. Сондай осындай дос болады өзі. Келіншегім бар. Келіншегім ғой, бәрі есептеп жүреді күшті. Үйге барып салмасаң келіншегін ұрсатын сияқты ғой да. Сен беташ арқыларында тойчына деп. Молодец. Бәрін айттық қой, ешкім қалмады ғой, Ақын жігіт дәл осылай желдетеді, жеңгелерім бола берсін гүлге тегі. Жандос кластас 10 мың теңге салып кеттің, тағы бір 10 мың салсаң нең кетеді деп қояйық. Жандос кластасқа тағы бір сәлем. Өзі соңында шығып өзі шықты. Кластас болған айын осыдай болу керек. Өзі ашық жарқын күшті жүру керек. Процент. Дәл өретті. Қинай бердің кереді. Сіз болсын брат. Болса ерге қай. Айтпадық па сізді брат? Айттық па? Өзім сұрайсың. Брат, есіміңіз? Ерғали. Ерғали? Андай бір не, кредит төлеген біткен адамдар болса бар ғой, чисто. Очередь соңғы кім деп тұр ғой. Молодец, Жандос салды ақыры, Жандос. Қалайша бұл ортаны күштемейін, достар үшін ән айтамын кешке дейін. Жандостан 2 рет ақша салдым, ергезегі пайы дейін 3-ке дейін айын. Біреуден сұрап алған ешкімге айтпай бойыңдағы. Ешкім білмейді, ешкім білмейді. 3-тен кейін әрдайым 4 тұрады. Ойнап айтам. Енді қинасам таяқ жейді сияқтым жатыр. Бір қошемет тұрып қояйық, Жандос красавчик. Молодцы. Біздің жақта Нұрсұлтанды жақсы ұл дейді, ал құдалар әсемді жақсы қыз дейді. 2 жас деп ән саламыз, 2 жас деп шар саламыз, 2 жас деп биді билейміз. Нұрсұлтан деп ән саламыз, әсем деп шар саламыз, 2 жас деп биді билейміз. Айқай шу қайда! Нұрсұлтан деп ән саламыз, әсем деп шар саламыз, 2 жас деп биді билейміз. Нұрсұлтан деп ән саламыз, әсем деп шар саламыз, 2 жас деп биді билейміз. Ой, бәрекелді, рахмет. Осымен беташар рәсімі бітті. Енді келдің бетін ашу қалып. Беташар ұнады ма? Ұнады ма? Бәріне ұнаған сияқты, Жандосқа ұнамаған сияқты, кластасы. Сәл қиналып қайда, рахмет. Ал енді келдің бетін ашайық. Келдің бетін ашу үшін апа өзіңіз келіп ашасыз ба? Бір қошемет тұрып қояйық апамызға. Апа, аспаңыз, келін құтты болсын. Қазақта жақсы сөз бар. Келіннің бетін кім ашса, соған ыстық болады дейді. Кто откроет лицо, тому температура высокий будет. Сондай, бірдеме дейді, Келіннің бет ашылған кезде, келін бірінші кімді, немесе нені көреді, соны жақсы көріп кетеді екен. Аха. Чтобы, соны жақсы көріп кетеді. Апа, аха, 2 жағында ама, міне, қандай керемет, 2 жеңгесін ұмытпай. Мына жерде рұқсат болса, мына 2 жағындағы 2 жеңгесіне, можно же, да, апа асықпаңыздар. 2 жеңгесіне берейік, осы тойға арнайылап, киім тігіп, дайындалып келген 2 жағында 2 жеңге сіздерге көп-көп рахмет. Келінжан, 2 жеңгеңе бір сәлем салсаң болады. Ой, бәрекелді. Ал енді жеңгелер сіздер салыңыздар. Жоқ, ақшаны дейін сәлем салғаттыңыз. Келінге сәлем салған, ақшаны салыңыздар, жаңа ақшаны. Жеңге ақшаны саламыз дейін, ақшаны. Аға, бірақ 1 сағатты 10 мың теңге істеп аламын деп ойладыңыз бар ма? Сіз не қыласыз? Майдалап атқан жоқсыз ғой?
Мына қосып беріп жатсыз ба? Ой, рахмет, әзілдейміз. Ал енді апа, маңдайынан сүйіп, таңдайынан түкіріп қойдыңыз, иә? Келін құтты болсын. Bir şapalak ұрып қақпа қошемет ұрып қойдыңыздар. Ал келін құтты болсын Аймандар. Саулықта өтсін өмір жылдарымыз, толы болып байлықта, бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта өтсін өмір жылдарымыз, толы болып байлықта. Сен келін болсаң инабатты, үміттерді сыйлатты, әулеттеген ғимаратты, көлгейдесің сенеміз. Сен дайындайсың тамақты, дайындайсың тамақты. Yazık. Şişan değil. Skoç taksalarında. Kimi göreyim de. Oo, mana şişinde. Al bir koşumet ұрып қойыңыздар. Маңдайынан сүйіп, таңдайынан түкіріп қойыңыз апа. Келін құтты болсын. Қошемет көріңіздерге айқай-шу айда. Aynur ana, mama geliniz. Geliniz. Mama geliniz. Geliniz mangdayını suyup, tandayını tükürüp koyunuz. Oy berekeli, rahmet Muleki. Gelin kutlu olsun. Aha. Oy rahmet. Екі жандағы екі жеңгесін де сүйсеңіздер болады ya. Кісілерді ya. Aha. Oy berekeli, rahmet. Бәрекелді. Ал енді құрметті ағайын, мына жерде беташардың табақтың ақшасын бет ашқан жігіт алып кетеді деп ойламаңыздар. Беташардың ақшасын мама кімге береміз? Үйде доверить ететін сенімді. Осы алып кете қойсын просто. Кімге сенесіз? Ильясқа ма? Өзіңізге датауы сенбейсіз ба басқа ешкімге? Мына жерде бір алып кете қоятын бір Ильяс бұлар да? Или Аружан ба? Аружан іште қойын да? Аха. Ильясқа келіп алып кете қойын. Точно Ильяс'ın o da gördü. Udüstelerini görsünce İlyas. Беташардан кейін İlyas Дубайға кетті деп жатпасын, Аружан екеуі. Сұротшыны. Ал енді құрметті ағайын келін бет ашылды. Ендеше Темірхан атамыздан беташардың батасын алсақ, сосын ары қарай билейік та. Отырып қалған сияқтымыз ақ көйлек, көк көйлек көп билей алмаймыз ба ату үшін. Қайда, ата. Темірхан атамызға бір қошемет ұрып қояйық, ата келіңіз. Той құтты болсын. 2 жасқа тату тәттілік, баянды бақыт тілеймін. Құдай екеудің тату тәттілігінің арқасында Құда 1000 жылдық күйеу 100 жылдыққа жассын. Көргендерінің барлығы той болсын. Аумин, Аллаху әкбар. Аумин, бәрекелді. Бата берген атамызға, мама, шапан ба, ветровка ма, джинсы ма, футболка ма, жвачка ма хотел. Зубочистка ма, бірдеме нағылайық та, хотя бы, фуражка ма, хотя бы, нәски болса да, келатыр. Ал енді, мына жерде оқтау ұстап тұрған Нұрсұлтанның інісі, иә? Есімің кім? Жанарыс, красавчик. Бұйыртса Нұрсұлтанның баласы Жанарыстың тойында осылай оқтау ұстап тұрсын деп қойды, иә? Соңғы жеткісін, иә? Айдер. Кім жоқ мен ішеш айдер? Атаға қарай, өздеріңіз, иә. Ал енді құрметті ағайын, жеңге жеңгелер көп рахмет, келінді ішке алып кетсеңіздер болады, қазір келін шай ішетін боламыз. Қалғандарымыз орнымыздан тұрайық, қайтпаймыз. 2-3 атушы билеп алайық, иә? Келін құтты болсын, той құтты болсын, әр шаңырақта осындай той қуаныш бола берсін. Нұрсұлтан, бауырым бақытты бол. I love you, арнайы сіздер үшін ақ көйлек, көк көйлек, кет!